Мгм. Демонстрация көрініп тұр ғой, иә, ұстаздар? Так, Иә, иә. көрінсе. Мгм. Мен инстаграмымды бір қарап шығыңыздар. Бүгінгі сабақ жалпы мына не болады? Блог бастаймыз дедік қой кеше алдыңғы күнгі сабақта біз өнім жасадық, иә, мини курс жасап түсіріп бастадық. Енді кім жасап бастады? Жалпы жұмыс парағына арналған 4 сабақ түсір дедім. Сол 4 сабақ бір мини курс болады, оны бір каналға салып сақтап қоясыздар дедім, иә. И ол сізде бір өнім болады. Ертең неге блогта соны сатасыздар, тағы да сөйтіп сөйтіп көбейе береді, иә. И полный солардың барлығын қосып, мысалға жұмыс парағы болады, мультфильм болады, тағы бірдеңе деген сабақтарды қосып полный бір курс қылып 10-15 мыңға сатсаңыздар болады. Немесе әрқайсысы 1000 теңгеге, 2000 теңгеге массаға сата бересіздер. Екі да вариант болу керек сіздерде: и мини курс, и толық курс деген сияқты ше. Сізге, сосын сіздерге зуммен өткізген әрине өте күшті, адамдардың сенімін қалыптастыру үшін сізді жақынырақ тани бастайды. Бірақ әзірге сіздер сабақтардың записін сақтап қойып сөйтіп та сата берулеріңізге болады, иә. Енді бүгінгі сабақта біз не өтуіміз керек, соны айтып кетейін. Бүгінгі сабақ бізде міне 7-ші күн, иә, 7-ші күн. Міне блоктың упаковкасын жасаймыз, иә. Блоктың упаковкасын, одан кейін шапка профилін жасаймыз, контент жасаймыз. Осы екеуін жасаймыз: шапка профиль мен упаковкалаймыз блокты, сосын контент стратегия. Содан кейін барып кейінгі сабақтарда блокта сатуды көрсетемін. Бірақ әзірге ол ерте, иә. Бүгінге ең басты шаруа шапка профиль. Инстаграм ашамыз біз қазір барлығымыз бірдей, иә. Сосын сол инстаграмда біз мынаны жасаймыз. Нені жасаймыз қазір? Енді жалпы инстаграмда, менің инстаграмымды қараңыздаршы, мына жерде менде не жазылып тұр? Ең бірінші менің қателігімді кім табады мына жерде ше? Логинімнен қараңыздар, шапка профильден қараңыздар. Жалпы бұл жерде менде де басында ешкім үйрететін мындай енді бастапқы кезде барлығымызда да солай блог бастаған кезде сол 2020 жылдары көп адамдар қателік жасады. Кейін оны түсініп жатырмыз ше. Қай жерде қате кетіп тұр деп ойлайсыздар, соны айтып кетіңіздерші. Дамытушы ойындар дегендегі Вот. екі сөз. Жоқ, иә, дамытушы ойындар дегенде, иә, ол логинді мен дұрыс жазбағанмын, иә, мына жерде деген. Дамытушы, мен ойладым тек қана ол кезде мен осындай жасанды интеллектпен айналысамын, басқа да нәрселермен айналысамын, одан кейін менің атым маған бренд болып келеді деп вообще ойлаған жоқпын, иә. Мен дамытушы ойындар деп ашып қойдым. Не үшін? Мен ол кезде дамытушы кітапшалар жасадым. Соған бола парақша ашқан болатынмын, иә. Дамытушы кітапшалар болды, дамытушы көрнекіліктер болды, соған солай дамытушы ойындар деп қойғанмын. Сонымен кетті. Енді мен қазір өзгертейін десем, қазір мен парақшамды өзгертіп тастасам, менде 100 мыңдаған аудитория мені таппай қалуы мүмкін. Сондықтан осы қателігіммен әлі тұрмын. Біріншіден, иә, и сіздерде де ертеңгі күні қазір парақша ашып жатсаңыздар, бірден сол сіздің атыңыз бренд, түсінікті ма? Санду Маратқызы, Санду десеңіздер, ошағы Ақмоншақ Нұртаза дегенді танисыздар ғой, мысалға. Ол деген директор деп ашқан жоқ қой парақшасын, иә. Ақмоншақ Нұртаза деп ашты. Біз уже соның атын Ақмоншақ Нұртаза екенін білеміз. Сол сияқты солай аттарыңызбен атап тұрып жазасыздар парақшаңызда, иә. И сосын қатты бір андай не болмау керек, ұзақ болмау керек, атыңыз, фамилияңыз, тағы бірдеңеңіз деген сияқты, иә. Сосын мына жерде бұл да логин кетті. Екінші никнейм. Никнейм деген міне жасанды интеллект көрнекілік Санду Маратқызы деп тұр, иә. Мен осы жерге Санду Маратқызы деп жаздым, чтобы менің атымды никнейм арқылы енді біліп жүрсін деп. Неге жасанды интеллект, неге көрнекілік деп қойдым? Өйткені жасанды интеллект, көрнекілік ол қазіргі таңдағы актуалды нәрсе. Мен жалпы сатып жүрген, айналысып жүрген салам болғандықтан, сосын жұрт деген жасанды интеллект деп іздейді ғой. Сол жасанды интеллект деп іздегенде мен шығуым керек. Иә, ютубтан болсын, басқа жақтан іздесеңіздер, жасанды интеллект десеңіздер, ең бірінші жалпы гуглдан, поисковиктен іздесеңіздер де
менің парақшам осылардың қатарынан шығады. Иә, сол үшін. Енді мына шапка профилін қараңыздар. Шапка профильде қазір осыны бірге жасайтын боламыз. Жасанды интеллектті 0-ден бастап үйретіп, ұстаздың білімін табысқа айналдырамын. Одан кейін Reels арқылы клиент тартуды үйретем. 10 күнде өз өніміңізді жасап, сату жүйесін бірге құрамыз дедім. Сату жүйесін құрамыз деп, мен өзімнің парақшамды сілтеп қойдым. Немді WhatsApp номерімді. Енді мына жердегі мынау шапка профиль бар емес пе, жиыды 0-ден бастап үйрену деген сияқты, мына астындағы шапка профильді описаниясын. Оны мен ай сайын өзгертуім мүмкін, 2 ай сайын өзгертемін кейде. Неге? Өйткені сол жағдайға қарай. Мен не сатайын деп жатырмын, осы запускым не жайлы, сол бағытта өзгеріс жасаймын. Mesela сентябрьден бастап мына жерге мен ашық сабақ жазамын деп қосам. Әзірге ашық сабақты алып тастадым, өйткені дәл қазір ашық сабақ каникулдың уақытында актуалды емес қой. Сондықтан. Сосын мына жақ түсінікті болды ма? Қазір бірінші былай түсіндіріп кетем, сосын бірге жасаймыз, чтобы сіздер мына жерден алдын ала түсініп отырсын деп. Енді мына жерде мен актуалка стористерімді қараңыздаршы, ұстаздар. Не көріп тұрсыздар мына жерден? табыс табу, наставница, жек курс. Иә, жылдық курс. Иә, мынау мені сататын өнімдерім. Сториске осыларды сатамын деп шығарам да, сосын мына неге актуалкаға сақтап қоям. Менің парақшама кірген адам бірінші парақшамен танысады, сосын кейде актуалкамда қарауы мүмкін. Иә, мына менің өнімдерім туралы ақпарат мына жерде. Иә, алдағы уақытта ашық сабақтарымды, семинарларымды да осы жерге сақтап қоямын актуалкаға. Енді келесі, мына закрепленныйда не тұрғанын көріп тұрсыздар ғой. Міне прикрепить етіп қойдым, мына бір пост, бір нені рилсты прикрепить етіп қойдым, тағы біреуінді прикрепить етуім керек енді. Мына жерде менің өзім жайлы ақпарат. Иә, өзім жайлы ақпарат, менің кейстарым деген сияқты осылай қылып қойдым. Өзім туралы ақпарат бердім. Мына жерге бұл кәсіпке қалай келгенім туралы ақпарат айтылған рилс салып қойдым. Сосын әрі қарай уже менде мынандай контент жинау, жалпы подписчик жинау мақсатында, одан кейін WhatsApp воронкаға клиент жинау мақсатында, тікелей өнімді сату мақсатында осылай әрі қарай рилстарды сала беремін. Енді әрі қарай бір парақша ашамыз. Ол үшін тадыраңыз ашпай тұрып, енді бір кері байланыс жасап кетейін сіздермен, иә? Сіздерде кімде парақша бар ма, әлде новыйдан парақша ашайын деп жатырсыздар ма? Сосын жалпы жасанды интеллект бағытында көбісі енді осы бағытта ғой, иә? Ашайын деп жатқаны, жүргізейін деп жатқаны, парақша бар дейді. Парақша болса тіпті жақсы. Парақша болса былай жасайсыздар қазір. Мен телефоныммен кірейін де. Телефоныммен. Парақша бар дейді. Саламатсыз. Сұрақ қойсам болады ма, Сандуқ ханым? Иә. Менде бар ғой, бұрынғы парақшам бар, клиент балаларымды, отбасымыздың суретін салған. Оны ары қарай жалғастырып кете берсем бола ма, или жаңадан ашсам бола ма? Болады. Ары қарай жалғастырып кетсеңіз де болады. Ол жақта. Сосын мен мысалға новыйдан парақша ашып бастадым, бірақ бәріне өйтіп айтпаймын. Действующий парақшаларыңызды да бастап кете беріңіздер, сонымен ақ. Енді андай, ол жақта гифке бұрын сонды қатыссаңыздар, немесе андай нелер, жерде подписка саны көп болады да, 5.000 адамға, 7.000 адамға жазылып қояды деген сияқты. Ондай парақша болса, онда не стоит, новыйдан ашыңыздар парақшаны. Былай жақсы болса парақшаңыз. Менде жоқ, не екенін де түсінбеймін деймін бе. Новыйдан парақша ашу керек ол кезде сізге. Мен мысалға осы жасанды интеллекті жай енді өзім үшін оқи бастағанда сол бөлек парақша бастағам. Сол жерге енді жай енді өзім істеген мультиктерді, нелерді сондай сала салам. Все, онда біз бүйтеміз. Мен қазір өзімнің парақшамды, жоқ, менің парақшам уже кәдімгі не болып тұр ғой, қалай айтайын,
уже толыққанды болып тұр, жоқ өзім скриндамаймын. Одан да чат GPT-ға кіремін. Міне сіздер де осылай жасайсыздар. Прям мен нөлден бастап парақша ашайын деп жатқан сияқты болып елестетейінші өзімді, иә. Бүйтеміз, мен парақша ашайын деп жатырмын, бірақ сіздер де жазып отырыңыздар. Если что, мен сіздерге мына промптты жіберемін. Мен ыңғайлап бір жатып алайыншы. Так. Қазір. Сіздер де чат GPT-ді аштыңыздар да? С нуля Чат парақша GPT-ді жасайсыз. с нуля, кәдімгі с нулядан жасаймыз, иә. Так. Чат GPT-ді аштық. Қайсысына кіреміз? Чат GPT быстро всегда деген бар осыған ба? Иә, кіре беріңіздер. Енді бізде чат GPT-ге ашқаннан кейін мен қараңыздар, мен просто так мен парақша ашамын, жасанды интеллект үйретемін, сен қуып кетеді. Ананы үйрет, мынаны үйрет деп ше. Олай емес. Біз нақты не үйретеміз ол жақта, қандай услуга жасаймыз, соның барлығын нақты анық жазамыз. Иә? Так. Қазір. Маған, так. Сен ой Не деп жазып жатсыз? Біз де жазайық қояйық. мен жазып беремін сіздерге, иә? Чаттарға жіберемін. Сол нұсқаулықпен жазасыздар. Дайын промптты жібере салайын, иә, сіздерге. Сен мықты маркетолог және продукт менеджерсің. Продукт менеджерсің. Маған Инстаграм, мен ұстаздарға арналған цифрлық құралдарды үйрететін, цифрлық құралдарды үйрететін ЖИ, цифрлық құралдарды үйрететін ЖИ эксперті, және жасанды интеллект эксперті және не деймін, ұстаздарға әдістемелік көмек көрсететін, ұстаздарға әдістемелік көмек көрсететін экспертпін. Инстаграм арқылы блог жүргізіп табыс тапқым келеді. Сол үшін Инстаграмымды блог Инстаграм арқылы блог жүргізіп табыс тапқым келеді. Инстаграмымды шапка профилі Инстаграм. Ниже лояльный аудитория жинау үшін тікелей өнімдерімді сатуға арналған контент план құрып бер. Сосын Инстаграм
упаковкасын жасап бер. Инстаграм упаковкасын жасап бер дедім. Сосын енді біз не үйретеміз, қандай өнім болады, соның барлығын қазір жазамыз. Инстаграм упаковкасын жасап бер. Шапка профилясын. Шапка профилінен бастап, так, рилсқа дейін, посттарға дейін, қаралым жинайтын, қаралым жинап, бірден эксперт екенімді дәлелдейтін контент қажет. Сосын не үйретемін? Так. Мен бірінші бізде кешегіде продукт создавай сеттік қой. Солай сияқты. Так, блогта не сатамын? Блогта не үйретемін? Соны. Қандай курстарым бар? Қандай курстарым бар? Соны айтып кетейін, иә? Так, бірінші, так, мини курстар. Не үйретем? Так, ұстаздарға. Жұмыс парақтарын жасауды. Так, ұстаздарға жасанды интеллект арқылы көрнекілік жасауды, жұмыс парақтарын жасауды. Одан кейін не үйретемін? Жұмыс парақтарын, көрнекілік, мультфильм жасауды, иә? Фильм жасауды, презентация жиі арқылы. Сілалар жасауды, ашық сабақ жазуды. Сосын, так, қандай өнімдер? Вайп-кодингті үйретемін. Вайп-кодинг арқылы интерактивті ойындар жасауды. Сіз бүйтіп істеңізші, сосын қосыңызшы сабақтың кезінде STEM әдістемелерін пайдалануды, тиімді пайдалануды. Так, сабақ кезінде STEM әдістерін тиімді, бүкіл пәндерге STEM әдісін тиімді пайдалануды. Потому что STEM әдісі... Мектепке ғой, иә? Мектепке және балабақшаға дейін, және балабақшаға, Ол бар ғой, балабақша, мектеп және оны деген арнаулы және жоғарғы оқу орындарында пайдалануға болады екен. Мектепке және балабақшаға STEM әдістерімен. Жоқ, әдістерін әр пәнге тиімді пайдалану. Любой пәнге деген ғой, әр пән. Кез келген пәнге бола ма? Әр пәнге де бола берсін. Барлық пәнге десе болады. Тиімді, иә, тиімді пайдалануды үйретемін. Так, тағы да қосатындарыңыз бар ма? Тағы не үйретесіздер? Сосын мына жерде ғылыми жобаны үйретесіз. Мақала жазу дегенде қалай айтайын? Давайте ғылыми жоба дейді, жалпы. Ғылыми жоба дейді. Сосын тағы мақала.
егер де сол нәрсе болса, осылай А, жазасыздар. Тағы не қосасыздар? Иә? жаңағындай бір ерекше балаларға жаңағы сабаққа байланысты, сол сабаққа байланысты тапсырмаларын жасап Жасауды береміз. үйретеміз. Мысалы әртүрлі Иә, диагнозды сіздер балалар болады ғой. өздеріңіз, енді ұстаздар өздеріңіз қосасыздар. Мен примерно сіздерге мына список жазып берем. Ары қарай мына списоктың ішіне тағы да қосуға болады. Түсіндіңіздер ма? мынаны қосып жүріңізші. Ал. Как его? Блум таксономиясын орынды пайдалану деп. Потому что осы жерде сіздің есіміңіз кім? Сіз өзіңіз осы жерге қосасыз барлығын. Яман Нұргүл ханым? Мына промптты жіберем, мына промпттың астына қоса қоясыз. Міне, мынау сізде не үйретемін, қандай курстарым бар деген. Енді осы жерге өздеріңіздің қосатындарыңызды қосасыздар. Жазбай қойың, астына қосасыздар деп. Мына орын тастап кетем, иә? Енді мына жерде профилінен бастап так, енді осы ғылыми жоба жазуды үйретемін дедім. Мини курстарым, әр тақырып бойынша бөлек курстар және барлығын қамтып бір курс, бір толыққанды курс бар, өзін алып кел. Курс етіп сатамын. Осы бойынша, не бойынша, ниша бойынша, осы продукт бойынша, маған сатылым әкелетін контентке идея бер. Сатылым әкелетін контентке идея бер. Так, мынаны енді жалпы сіздерге беремін. Осыны сіздерге жіберемін. Так, осы промптты ChatGPT-ге салып жібересіздер, иә? Сіздерге контент. WhatsApp-қа лақтырып жіберіңізші. Қайырлы күн әріптестер, Сандуқ ханым. Жұмашева Жанат деген блогыңызды басып жібересіз ба? Жұмашева Жанат. Қазір. Қалай шығамын? Так, міне, жібердім. Микрофон шықты. Бар ма барлықтарыңызға?
Да, келді. Сделай, а. Ага. мына пока ұстаздар мына чат GPT'ге салып бір 2-3 минут уақыт беремін, иә? Сала беріңіздер промпттарыңызды, сосын кімде қалай шыққанын оқып алыңыздар бірінші. WhatsApp'ым қатып қалып жатыр. Сейчас я перепишу просто сіздің жазғаныңыз с WhatsApp. Осы бойынша сурет салу керек па, не істеу керек? Жоқ, бұл сурет салмайсыз ғой. Осы промптты неге жіберді ғой? WhatsApp группасына. Соны копировать етесіз да, GPT-ға саласыз. Ол Instagram парақшасын, мысалға, сіз ашқыңыз келсе, сонымен ары қарай, мысалға, өзіңіз енді мини-курс ашып, сол үшін осындай нені, енді ол қалай Instagram парақшасының профилінің несін жазуды үйретеді, то есть көрсетеді, как подсказка ретінде. Рахмет. Так, не істедіңіздер, ұстаздар кімде қалай шықты, иә? Жайлап қарай беріңіздер. Енді менде былай шығып тұр. Сіздің нишаңыз өте күшті, бірақ мұнда басты қателік жиі үйретемін деп емес, ұстаздың уақытын үнемдеймін және сабақ сапасын арттырамын деген нәтижені сату керек дейді. Вот дұрыс айтады. Сіздің аудиторияңыз мектеп мұғалімдері, балабақша тәрбиешілері, міне аудиториямызды біздің нақты тауып берді, иә? Біздің колледж оқытушылары, әдіскерлер, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарлары. Одан кейін олардың басты проблемалары сабаққа үлгермейді, қағаз жұмысы көп, ашық сабақтан қорқады, презентация жасау ұзақ, көрнекілік жоқ, STEM қалай қолданаларын білмейді деген сияқты осылай қылып берді. Сіз жиі емес, осы проблемалардың шешімін сатасыз. Түсініп тұрсыздар ма? Жасанды интеллект курсын сатпайсыз, жалпы проблеманың шешілуін сатасыз. Енді Инстаграмдағы позицияңыз қандай болады? Мына жерде ұстаздарға арналған номері бірінші және цифрлық құралдар эксперті ретінде қабылдауы керек. Контенттің 70% тегін пайдалы болуы тиіс, 30% өнім сату. Түсініп тұрсыздар ма? 70%-ын сіздер тегін ақпараттар қыласыздар. Иә, сол тегін ақпараттың соңында сіздер какой-то бір, міне, тегін сабаққа қатысу үшін тағы тегін сабаққа рилста тегін ақпараттың соңында қайтадан тегін сабаққа шақырасыз. Мен қалай шақырып жүрмін? Мен рилстарымда өзім солай болады. А 30% өнім сату болады. Кейін кейбір рилстарым бар, қазір көрсетемін, иә, тікелей өнім сататын рилстарым бар, дәл солай сияқты жасайсыздар. Так, енді мысалға профиль шапкасы дейді. Мысалға мен жаңа мына жерге кешегіде жаздым ғой, мына не бойынша Айман ханымға алдың күні не жазғанда, шебер сынып дайындағанда, ше. Енді сол Айман ханымның несін алып тұрмаған. Айман Сұлтанаева, Айман ханым барсыз ба? Жоқ. Саламатсыз ба, Сандухан, бармын. Аха, міне, мұғалімдерге арналған, тіпті сізге жақсы, мұғалімдерге арналған жиі эксперті, 30 минутта сабақ дайындалуды үйретемін, жиі STEM цифрлық құралдар деп жазу керек мына жерге. Курстар, шеберлік сабақтары, тегін чек-лист деп, мынау шапка профиліге осындай бір идеялар беріп тұр. Артына оны да қазір реттестіріп жазамыз. Немесе мынандай екі мұғалімдердің уақытын үнемдейтін жиі эксперті, көрнекілік, презентация, ашық сабақ. Мына жерде енді мынау кішкене бізде тап мынадай қылып бетіп беруге болмайды. Иә, мынау қате, мынаны алмаймыз. Міне,
30 минутта сабаққа дайындалуды үйретемін, белгілі бір офермен аламыз, жасаймын, істеймін, үйретемін деген сияқты, иә, сондай болу керек. Енді келесі, мына жерде қараңыздар, жаңадан келген адам 30 секундта кім екеніңізді түсіну керек. Сіздер кез келген бір парақшаға кірген кезде, ұстаздар, кейбір парақшаға кіресіздер, иә, просто семейный бір парақшаны ашып қарайыншы. Мысалға, мына Мөлдір балабақшаның парақшасын ашайын. Мына жерден сіз Мөлдірдің кім екенін білдіңіз. Оташ. Мөлдірдің кім екенін білдіңіз, мына жерде қараңыздаршы. Тәрбиеші екен. Мөлдір тәрбиеші, тәрбиешілерге көмекші. Мына жерде не білдіңіз? Увлечениесі. Міне, циклограммамен көрнекілік жасайды. Циклограмма жазады көбіне. Көрдіңіздер ма? Міне, тәрбиешінің жұмысын жеңілдетемін, авторлық материалдар, дамытушы ойындар. Одан кейін мына жерде тәрбиеші екенін білдік. Циклограмма, міне қараңыздар, мына жерде циклограмма деп жазылып тұр. Актуалкаға сақтап қойған, өзінің қыдыруын. Бұл жерде личный, эксперттік және личный нелер, жеке тұлғалық және эксперттік қатар жүреді бұл кісіде. Міне циклограмма, пайдалы парақшаларында береді. Е? Міне осылай, бұның кім екенін білдік, мысалға. Мына жерде тағы кім бар? Ал мынау кім екенін біле аламыз ба? Мына парақшаға кіріңіздер. Дауысын басамыз, ұстаздар. Мына парақшадан бұл кісінің кім екенін біле аламыз ба? Нұрмәден қызы керек. Аха. Көрнекілік эксперт екенін біліп тұрмыз ба, әлде біле алмадық ба? Жұмыстарын, кітапшаларынан білуге болады. Иә, көрнекілік эксперт екенін кітапшаларынан сразу білуге болады, е? Міне, сол сияқты бір адамның парақшасына кірген кезде сіздер сразу білесіздер кім екенін. Ал мына жерде мына ресейлік бір блогердің парақшасына кіріп көрейік. Мынаның кім екенін біле аласыздар ма? Аха, сәлеметсіз бе? Бұл? Тоже мұғалім ба бірдеңе ғой? Жоқ. Ол маркетолог рилс, әдемі рилстар түсіруді үйретеді. Жалпы әдемі емес, ақпарат жинайтын экспертный рилстардың мықты маманы, иә, сондай екенін білуге болады жалпы. Міне көрдіңіздер ма, сіздерге де осы сияқты парақшадан не 30 секундта кірген адам сіздің кім екеніңізді түсіну керек. Міне өзіңіз туралы пікірлер, кейстар, тегін сабақтар болу керек, вебинарлар, контенттің стратегиясы қанша болу керек, қалай болу керек, аптасына, жалпы аптасына емес, мына жерде күніне 3-4 рилс, 2 рилстан болу керек. Сосын пост карусель тоже сондай, 1-2 карусельден болу керек, иә. Сосын эксперттік пост болу керек, күн сайын сторис болу керек. Күн сайын деп айтпаймын стористі. Күн сайын емес, аптасына бір күнара болу керек сторис. Күнара сторис. Қазір сториске көп қарамайды, қазір рилс. Сіз бұрын сторис арқылы сатылым жасайтын едік, қазір сториске көп Инстаграм алгоритмі стористі қысқартып тастады, қазір рилсқа фокус қойып жатыр. Рилсті күніне көбірек салсаңыз, ау? Біреудің видеоларын салуға бола ма? Мысалы, авторлар рұқсат береді ғой. Айтам оны қазір. Енді контенттің 5 бағыты болады. Адамды таңғалдыру деген бағыт, одан кейін жалпы вау контенттер, бұл мультфильмді 3 минутта жей жасады, бұл жұмыс парағын ChatGPT-де 40 секундта жазды деген сияқты мынау тақырыптары. Вау контент деп тұр ғой мына жерде. Бұл презентацияны мен жасаған жоқпын, бұны жасанды интеллект жасады деген сияқты мынау тақырыпшаларын алып тұр. Енді мына жерде практикалық контентті экранның жазбасымен, запись экранымен көрсетесіздер. Одан кейін кейстар жасауға болады, жеке бренд. Неге осы іспен айналысасыз, қалай бастадыңыз, сіздің сабағыңыз, конференциялар, тренингтер. Бұл енді жалпы былай ChatGPT қосып не істеп тұр, ол жеке бренд, ол күнделікті сіз не саласыз, күнделікті сіздің контентіңізден көрінетін болады алдағы уақытта жеке сіздің жеке брендіңіз.
Сол үшін сіз 1000 адамға подписчигіңіз болса да, сіздің жеке брендіңіз болу керек. Сіздің жеке брендіңіз ол күнделікті салып жатқан эксперттік тұлғалық контенттеріңіз. Сол арқылы сіздің личностіңіз ашылады, сол арқылы эксперттік личность ашылады. Сөйтіп барып жай қалыптасатын нәрсе. Оны бірден сіз мен брендпін деп айта алмайсыз. Жай қалыптасатын нәрсе ол күнделікті осындай жұмыстармен. Одан кейін көрнекілік, жұмыс парағы, мына жерде енді сізге не алып келген, жалпы STEM, қазақ тілінен STEM тарих, контенттің бағыттарын алып келіп тұр. Мына жерге осындай контенттер салуға болады деп. Оны қазір айтам қандай контенттер салуға болатынын. Одан кейін курстарды бөлуде ChatGPT мұғалімдерге, Canva, мына курстардың мынандай сіздерге продукт жасап беріп тұр. Ғылыми жоба, вайп кодинг, ашық сабақ деген сияқты қылып осындай курстарды түсірсеңіздер болады деп, жаңағы біздің түсіргендеріміз ғой. Бұл сіздің жалпы продуктыңыз болады. Енді мына жерде мынаны өте жақсы сақтау керек. Мен ChatGPT-дің өзі де жазып беріп тұр, негізгі дұрыс осы. Алғашқы 3 секундта назарды ұстай алу керексіздер. Рилста кейде болмай қалады, менде де болмай қалады, жай түсіре саламын. Но алғашқы 3 секунд деп қана бүйтіп жүріп қалмаңыздар, о да болмайды ше. Жалпы мына контенттегі негізгі ереже, мына алғашқы 3 секундта сіз назарды ұстап қалдыңыз ба, значит сіздің рилсты толық қарайды деген сөз, басқалармен бөліседі деген сөз, сөйтіп сіздің рилстарыңыз ретке кетеді деген сөз. Кім көп қаралым болса, көп соған орай подписчик та болады, соған орай сіздің клиенттеріңіз де уже көбейе бастайды. Мұғалімдер мұны көрмей өтпеңіз деген сияқты мынандай тақырып беріп тұр. Алғашқы 3 секундқа жоғары жағына тақырыпшалар жазып қояды ғой. Бұл сайтты қолданбасаңыз көп уақытыңыз босқа кетеді. Мыналарды жалпы тақырыпшаға қылып алып қоя берейік. Бұл қажет болып қалады бізге. Менде бөлекше шықты вообще. Әрқайсымыз әртүрлі. Әрқайсыларыңыз әртүрлі шығады. Бір промптпен жазсақ та сөйтіп шығады. Енді мен мынаны новыйдан бір канал ашайын бекен, контентке идея деп. Менде бір, міне. Мынандай менде айтпақшы, нем бар екен ғой, каналым алдында сіздерге ашып қойған. Так. Міне осылар, мыналардың барлығы контентке дайын идея. Стикермен бөліп қойайын араларын. Осы каналдың ссылкасын жібересіз ба, Сандуқ ханым? Жіберем. Енді міне контентке алғашқы міне назар аударатындай, фокусты ұстайтындай бізге идея беріп тұр. Енді әрі қарай ең маңызды ұсыныс, сіз тек жеке эксперт емес, ұстаздардың цифрлық трансформациясының тәлімгер ретінде бренд қалыптастырыңыз деп сізге айтады. Осы позиция сіздің жай ғана құрал үйрететін мамандардан ерекшелейді. Егер осы стратегияны жүйелі іске асырсаңыз, Инстаграмда 3-6 айдың ішінде өзіңізге сенетін, өнімдеріңізді күтіп отыратын және мини курстар мен толық бағдарламаны сатып алуға дайын өте лояльды аудитория қалыптастыруға болады дейді. Толық мүмкіндік бар деп тұр. Енді әрі қарай біз не істейміз? Біз осыған сай шапка профилін жазып бер деп айтайық. Бізге мына жерде осы так. Осыған орай, осы бойынша. Өзімізге шыққанның астына жазайық па солай? Контентке. Инстаграмға шапка профилін жасап бер. Міне, сіздің профиліңіз ашқан адамға 3 секундтың ішінде 3 нәрсе үйренуі керек дейді. Сіз кімсіз, кімге көмектесесіз және қандай нәтиже бересіз. Түсіндірсек, осы негізгі ережені сақтаңыздар.
кімсіз, иә, кімге көмектесесіз және қандай нәтиже бересіз. Мына мысалға міне бірінші нұсқа Айман Сұлтанаева жиі эксперті, мұғалімдерге жиі мен цифрлық құралдарды үйретемін, сабаққа дайындық уақытын 2-3 есе қысқартамын және курстар, шеберлік сабақтары STEM. Дәл осы бағыт міне мына бірінші нұсқасы өте әдемі кетті. Осыны алуға болады. Екінші, мынау эксперттік позиция, мұғалімдерге арналған жиі эксперті, STEM, ашық сабақ, презентация, мультфильм курстармен тегін материалдар. Жоқ, міне жасаймын, үйретемін, осындай нәтиже беремін деген нәрсе болу керек сіздерде, түсіндікті ма? Мынаны жіберейінші сіздерге. Парақшаға бұнда жіберіп қойайын. Так. Каналға. Енді осы бойынша біз не істейміз? Новыйдан парақша ашайық. Добавить Instagram. Ашам. Создать новый аккаунт. Мына жерге имя пользователя не деймін? Мысалға, Что-то я опоздала. Қайсына кірдіңіз? Мен Инстаграмға кіріп отырмын қазір. Инстаграмнан новый аккаунт ашып жатырмын. Сіздердің прям кәдімгідей қалай жасап жатсыздар, мен солай жасап жатырмын, иә. Сен новыйдан бастап жатырмын. Менде аккаунт жоқ деп есептелік, иә. Ең бірінші жол жасанды интеллект бойынша контент бастайын деп жатырмын. Не істеймін? Ең бірінші Инстаграмнан 0-ден бастасаңыздар, 0-ден аккаунт ашасыздар. Гуглға Инстаграм деп жазуым керек па? Жоқ, кәдімгі телефондарыңызда Инстаграмға кіресіздер ғой. Инстаграмның аккаунты жоқ па не, жалпы приложениясы? Этот немен істеуге бола ма? Компьютермен Инстаграмның. Болады ғой. Телефонмен аша беріңіздер бақ. Так, Санду, так, не деймін? Санду Марат деп ашайын, иә? Санду Марат қызы. Санду. Точка. Блин, это неудобно же. Мен по телефону смотрю. Соны мен де істей алмай отырмын. Телефон қарап отырғанда қалай болмасады екен. Иә, онда аяқтағаннан кейін істейсіздер. Просто қарап отырыңыздар, иә? Санду Марат деген бар екен. Санду Марат қызы дейді мысалға. Міне мынау жоқ екен. Міне Санду Марат қыз деген аккаунт аштым. Одан кейін разрешить и продолжить, принимаю деп басамын. Новыйдан енді добавить фото. Фотоны қандай фото добавить етеміз? Сіздің түріңіз анық көрініп тұру керек. Сосын артқы фон қандай болу керек? Алаба жақ емес, однотонный фон болу керек. Фон добавить етем. Выбрать из галереи. Санду ханым, осының записі болып жатыр ма? Иә, сақталады. Так, добавить фото. Саламатсыңдар ма? Мынау Инстаграмды неде ма? Ноутбукты ашып жатсыз ба? Жоқ, телефоннан аша беріңіздер. Мен қазір ноутбукпен отырғасын ғой, ноутбукпен ашып жатқаным. Иә. Мына жерде. Менде галереядан қазір қосылмай тұр, иә? Фото қою. Мынадай фото қоясыздар. Фото қойсаңыздаршы.
Қайтеді менде. Ими Менде ала, пользователей деген иә. Менде алабажақ деген фотолар, дұрыс фото жоқ екен мынаның ішінде. Дұрыс фото жасап аласыздар, өздеріңізді түсіріп аласыздар, немесе әдемі бір түскен фотоларыңыз болса, жасанды интеллектпен де қазір фотосессияны жасап алуға болады ғой. Қазір көрсетейін деп едім ғой. Примерно қандай фото. Ол фотоның өзі маңызды болады. Өз фотоларыңызды қоясыздар. Логотип, бірдеңе дегендерді қоймайсыздар. Жарай ма? Міне, мысалға, міне, мен мынаны жасанды интеллектпен жасап алған фотоларым. Мынандай фото қоюға болады, міне. Осылай анық қылып, бүйтіп қоясыздар. Жарай ма? Артқы фонын көрдіңіздер ғой, однотонный. Даяна звондады ма? Жоқ. Міне, осылай қылып қоясыздар. Мама, Даяна Жоқ. Болды. Ары қарай. Пропустить дейміз. Мен пропустить едім, сіздер енді фото қоясыздар ғой. Далее деймін. Так. Қазір 1 минут, мен балдарды қуып жүрейін. Мынандай фото қоясыздар дедім, продолжить ары қарай. Экраныңыз көрінбей тұр ғой. Экран көрінбей тұр ма? Қазір. Менде шықпай жатыр. Міне. Экран көрінді ма енді? Иә. Былай парақша ашасыздар Инстаграмнан. Сізбен қосылып істеп отырмын, бірақ мына жерде қате беріп жатыр. Неге екен ол? Не қате беріп жатыр? Введены неверные данные для входа дейді. Енді сіздер өзіңіз солай қайтадан не істеңіз, жасаңыз. Міне, менде парақша ашылды. Мына жерге сурет қоям енді. Разрешить доступ. Так. Мына профильге кірем. Редактировать профиль деп басам енді, қараңыздар. Иә? Редактировать профиль. Сосын мына жерге редактировать деп бастым ғой. Енді изменить фото или аватар деген жерге фотоңызды қоясыз. Имя деген жерге, мына жерге никнейм тұр ғой. Мына жерге енді жазасыздар. Бізде атымызды жаздық қой, Сандуғаш Маратқызы деп. Енді мына жерге жазбай қойсаңыздар да болады. Главное, ана логинде тұр, иә? Мына жерге манағы бізге жазып берген, ChatGPT-дің жазып берген, міне, ЖИ эксперті
мұғалімдерге цифрлық құралдарды үйретемін деген. А мына жерге никнеймға былай жазамыз. Жұрттар сіздерді не деп іздейді? Жалпы сіздер не деп іздейсіздер жасанды интеллект үйренгіңіз келсе? Жасанды интеллект деп іздейсіздер. Иә ма? Былай ғой. Сол үшін солай жазамыз поисковикке. Мынау поисковиктен шығатын болады іздеген нәрсесі. Жасанды интеллект. Жасанды интеллект деп жазамыз. Одан кейін не деп жазамыз тағы? Жасанды интеллект. Так. Ашық сабақ деп жазсақ болады. Ашық сабақ жазатын болсаңыздар, иә? Ашық сабақ. КМЖ жазатын болсаңыздар, КМЖ деп жазасыздар. STEM болса STEM деп жазасыздар, иә ма? Соның барлығын жазасыздар. Шебер сынып, не жасай аласыздар жалпы? Жасанды интеллект, ашық сабақ, мультфильм жасайтын болсаңыздар, мультфильмге тапсырыс қабылдайтын болсаңыздар, мультфильм деп жазасыздар. STEM деген не ол? Сандуғаш ханым. Так, міне. Қазір оған келеміз, иә? Мультфильм. Одан кейін не жазасыздар тағы? AR/VR 3D жобалар үйретесіздер ма? Оны жазасыздар. Міне, жалпы осылай қылып қойайын пока что. Или болмаса, так, не қосуға болады? Балабақша, мектеп деп қойсаңыздар да болады мына жерге. Шебер сынып дейінші, иә? Шебер сынып деп те сұрауы мүмкін, иә, көбіне. Шебер сынып. Міне, никнеймға имя деп тұрған жерге осыны жазасыздар. Копировать етейін. Сіздерге жіберіп қоям, иә, телеграмға. Телеграмның ссылкасын жіберем ғой сосын. Пока что сіздер қарап отырыңыздар. Эфир аяқталғаннан кейін дәл осылай менен қайталап жасайсыздар сабақты қарап. Әрі қарай бізге мынаны птичка қойып сақтап алуымыз керек. Нақты жазып аласыздар, иә? Өйткені 14 күнге дейін қайтадан өзгертілмейді. Изменить имя дейміз. Міне, менде логин ашылды. Имя, никнеймға жаздым. Жасанды интеллект, ашық сабақ, мультфильм, шебер сынып. Келесі. Биографияға не жазамыз? Мен астында биография деп тұр ғой. Соған өзіміз туралы описание жазамыз. Енді осы жерге, осы биография дегенге мынаны жазамыз. Қайдет? Міне. Айман Сұлтанаева деген аты жөндеріңізді алып тастайсыздар. Одан басқасын бәрін жазып қоясыздар. Копировать етілмей тұр. Бір-бірден жазайын, не? Мұғалімдерге, міне. Бір какой-то шамалы сөз сияқты бұл жерге ше, бір жаманы. Міне, осылай қойдым. 150 сөз сияқты екен. Мұғалімдерге жиымен цифрлық құралдарды үйретемін. Сабаққа дайындық уақытын 2 есе қысқартамын. Сосын оның астына курстар, шебер сынып сабақтары деп жазамыз да, мына жерге тағы жазуға болады. WhatsApp номеріңізді қалдырасыздар. Не? Так. Тегін сабақ өткізетін болсаңыздар, тегін сабаққа қатысу үшін, болмаса толық ақпарат үшін, толық сыймайды. Бүйтесіздер ме, мына WhatsApp веб бар емес па? Сол ссылкасын қоясыздар WhatsApp вебтің. Иә, мен де соны айтайын деп едім. Мен де ссылка қойып қойдым, сразу оңайда WhatsApp-ыңа өте береді. Иә. Ол үшін міне мысалға так. Вами деген қайда? W қойда мына жерде. Қазір.
Так, менде WhatsApp қайдеді? В общем, WhatsApp-тың ссылкасын қоя аласыздар ғой, иә? Әлде оны да ссылкасын мен жаңа жіберейін деп отыр едім осы жерге. Қоя алсаңыздар жібермеймін. Қоя алмаймыз? Айта салыңыз, иә. Давай, онда. Жіберемін. Жіберейін. Так, what.me. Міне. Мына жерге сіздер өздеріңіздің менің WhatsApp-ымды қойып жүрмеңіздер. Иә? Өздеріңіздің WhatsApp ссылкаларыңызды қоясыздар. Мына жерге дайындап қояйын тоже. Мына 312-09-10 деп тұр ғой. Сол жерге аласыздар да өздеріңіздің номерлеріңізді жаза қоясыздар. Жарай ма? 8777 деп тұр ғой, сол алып өзгертесіздер. 09-10. Осыны аламын да копировать етіп алдым. Жаңа Инстаграмға саламын. Мына жерге қойып қоямын. Қазір. Болды ғой, мынаны птичка басамын. Птичка бастым, ссылканы қойған жоқпын әлі. Міне, енді добавить ссылку деп тұр ғой, осы жерге. Добавить ссылку. Ой, міне. URL деп тұр ғой, осы жерге жазам. Міне, енді мына жерге толық ақпарат үшін деп жазуға болады, е? Толық. Или курсқа қатысу үшін, или жиі үйрену үшін, деген сияқты, жиі үйрену үшін WhatsApp-қа жаз. Болды. Енді мына жерде пол жазасыздар, женщина. Сосын автор ИИ. Міне, переключаться на профессиональный аккаунт деп тұр ғой, соны басамыз. Профессиональный аккаунтқа өтеміз. Далее. Деятель искусств, музыкант, блогер, предприниматель, образование дегенді басамыз. Енді ұстасыз ғой. Бұдан осыны басамыз. Показывать профили деп тұр. Міндетті емес. Автор. Заполните свой профиль. Так. Болды, мынау кетті. Так, міне. Мынау кетті. Болды. Бізде парақшамыз уже дайын. Міне, қараңыздар. Тек сурет салу ғана қалды. Иә? Суретті ғана дайындаймыз. Қалғанын барлығы уже дайын. Мұғалімдерге жиі мен цифрлық құралдарды үйретемін. Сабаққа дайындық уақытын 2-3 есе қысқартамын. Курстар, шеберлік сабақтары және STEM. Енді осы жерден біз әрі қарай осы бағытта контент жүргіземіз енді. Осы бағытта контент жүргіземіз. Ол үшін ең бірінші не саламыз? Бізге алдын ала сататын хотя бы жоқ дегенде бір айттым ғой алдында, иә, жұмыс парақтарын, мультфильм жасау деген сияқты түрлі бір 4-5 мини курс дайындап қою керек. Соларды тікелей сатуға арналған. Соларды
тікелей сатуға арналған мини курстар дайындаймыз. Ол үшін так, мына жерге жазып қояйын. Ой. Ол үшін бізге так, мына жерге жазып қояйын. Ең бірінші Инстаграм. Блог. Блогта сататын дайын. Так. Жоқ дегенде 5 өнім болу керек. 5 өнім дайында. Қандай өнімдер? Мини курстар, я? Әрқайсысы жеке-жеке мини курс болсын. Жаңағы. Енді оңайларын айтып жатырмын, я? Жұмыс парағы. Мультфильм жасау. Тегін аккаунтпен жасаған жақсы көреді осындай. 10 теңгеге, 2000 теңгеге алған адамдар ше. Ол 2000 теңгеге алып, андай платный подписка сатып алатын адамдар емес. Олар қымбат курс алып жатқан. Так, мультфильм жасау тегін сайтпен. Google Bitsпен ақ жасай беріңіздер. Одан кейін презентация жасау, я? Презентация жасау гаммамен. Гамма ноутбук LM сосын немен Canva-мен. Осы 3 сабақ болсын. Әр мини курста 2, 3, 4 сабақтан болады. Сосын не жасау дейік? Так. Нет, вайп-кодинг. Арқылы интерактивті. Сосын ана ашық сабаққа QR-кодпен кіргізеді ғой, сол қалай, а? Ол оп-оңай QR-код генератор деп не істейсіз ғой, Google-ға жазасыз ғой. Түрлі QR-код генераторлары шығарып береді. Соны кез келген біреуін аласыз. Соны білетіндер айтпайды ғой, білмеймін. Жоқ, сіз Google-ға кірсеңіз, сделать QR десеңіз, неше түрлі нелер шығады, өздері бесплатный да, платный да деп. Салу сабағы дейінше, осылай салуға болады. Ей, тұратыңыз. Ау. Так, міне. Мынаны жіберем, ұстаздар, сіздерге. Қазір. Ой, мына жақта бар екен ғой. Қазір каналға жіберем, чатқа жіберем мына каналда. Барды ма, ұстаздар? Да, бар, келді ссылка. Аха. Осы жерде контентке бірталай идеяларды да бергенмін, мен өзім жалпы. Алдында, білесіздер ме, күніне мен бір күнде 50 рилс алдым ғой. Соның контенттің идеялары мына жерде тұр. Соған байланысты жалпы қазіргі трендтерді, мысалға кім не десе о десін,
мен жасанды интеллектте ең мықты экспертпін деген сияқты қылып өздеріңізге келтіріп алсаңыздар болады. Мысалы мен мына жерде жазып қойғанмын, кім не десе о десін, көрнекілікті өзі сағаттап жасайтын емес, жиі көмегімен 5 минут жасайтын ұстаз ұстады. Сіздер осыны не қылып аласыздар? Кәдімгідей өздеріңіз шығып үйреніңіздер, ұстаздар, яма. Ол міндетті түрде сіздерге мынандай рилстар қажет болады. Говорящий головамен айтатын жоқ дегенде, қазір контент құрамыз чат GPT-ден, иә? Сосын міне сіздерге еще контентке дайын идеялар бердім, бірнеше идея. Осылардан алып контенттерді жасай берсеңіздер болады. Енді міне мен мысалға түрлі бағытта жасай беремін мен контентті ше. Мына қараңыздаршы, мынау менің алдындағы рилсқа түсірген контентім. Мен кешегіде ақ төбеде болдым да контент түсіруге мүмкіндік болмай, дәл осының алдында қайталап планшеттен түсіре салдым. Міне, мына жақта кейде менің басым шығып тұрады, мынандай қылып та жасаймын, қараңыздаршы. Міне. Жаңа айтты ғой біреудің Инстаграм парақшасындағы ойындарды қолдануға бола ма, нелерді, контенттерді. Мысалға мен шетелдік парақшалардан аламын. Шетелдік парақшалардың вот бір-екі несін бересіз бе, ссылкаларын, чтобы көретін? Берейін, не? Берем оны да. Мына контентке идея деп тұр ғой, соған сондай мынадай дайын видеоларды бір 10 шақтысын жіберіп қоям, иә? И сондай нені парақшаларды да жіберіп қоям. Міне мынандай парақша, сосын мына кім айтты ғой? Мана Нұргүл ханым ба, кім айтқан? STEM. Вот STEM бағытындағы нелер, контенттер өте күшті просмотр жинайды. Мынау да балабақшадағы STEM-ге жатады ғой. Міне өз қолдарымен, мысалға шығармашылық, енді шығармашылықта жатады ғой STEM-ге деген. Өздері қолдарынан шлепка жасап жатыр, иә? Одан бөлек менде тағы да STEM-ге байланысты астыңғы жағында контенттер бар, ше. Олар өте жақсы просмотр жинайды. Ол сосын шетелдік парақшада сондай STEM бағытындағы мектепте де, балабақшада да, әсіресе балабақшада өте күшті контенттер өте көп, ше. Соларды қарасаңыздар, олардың өздері жақсы просмотр жинайды. И сол бойынша біздер мысалға қараңыздар, мына парақшалардағы мыналарды алдық қой, осы бойынша біз еще ашық сабақтар жазамыз. Ше? Осыларды кіріктіріп, осылардан идея алып, просто контентке ғана қолданып қоймаймыз. Сосын ашық сабақта да осыларды кіріктіреміз. Айтып жүрейінші, STEM деген бар ғой, ол просто шеберлік класс емес, андай. Бұл жерде оқушылармен бірге жасайтын не ғой бұл деген? Қазір көрсетемін. Бұл жерде ол оқушылармен бірге жасайды ғой, бірақ бар ғой, оның философиясы не в этом? Философиясы именно есебін шығаруда, сосын физиканың заңдылықтарын пайдалануда. Так, міне, мына жерде былай жасасаңыздар, мына TikTok-тан да өте көп шығады STEM деген ше. Қазір. Осы бағыттағы контенттерді алсаңыздар болады. TikTok-тан өте күшті идеялар шығады. Ағылшынша жазам, бірінші орысша жазып көрейін. STEM технология идея деп жазыңыздар, иә? Міне, STEM бағытындағы идеялар. Мысалға, мына кісілерде қазақша аккаунттар ғой, орыстардың, или басқа шетелдік парақшалардың нелерін алған. Міне, STEM проект. Балабақшада да STEM бағытында дәл осылай көрнекіліктер жасай аласыздар. Каспиде қазір деген неше түрлісі бар ғой? Да, осындай. Міне, мынау қараңыздар. Осылардың ссылкасын бересіздер ме, Сандуғаш ханым? Давай, берем. Менде тамыз кеңесінде шебер сынып алып едім, STEM мен жидің несін. Енді соған идея таба алмай отырмын, сосын сіздің сабағыңызға тіркеліп кеше. Так, міне. Бірақ сіздер деген робототехника мен STEM-ді кішкене шатастырмаңыздар. Каспиде көбінесе робототехниканың заттарын жасайды, ал STEM-де именно қолдан жасау керек. Из подручных средств. Мехатроника ше STEM-ға жатпай ма? Сондай. Мехатроника.
Ал енді жоқ, механикалық қозғалысқа түсу, ол бір точкадан екінші точкаға жүргізу механика арқылы ол стемге жатады. Бірақ егерде сіздер жаңағы неге салсаңыздар, ол уже дайын кәсіппеден нәрселер бар ғой, ол робототехникаға жатады. Бұл жердің үлкен не бар, разницасы бар да. Детский біздегі мектептегі жаңағы стемдердегі робототехниканың несін пайдаланады, ол көп мектептерде бар, просто қазірде информатиктер әлсіз ба, соны жүргізе алмай отыр ғой көп жерде. Сосын ұстаздар қарайсыздар ғой мына жерде. Ой, мына жақта аха, қазір музыка қатты шығып кетті, Ана маған жаңағы кісі хабарласып жүрсін, сосын мен үйде істеп отырған нәрселерімді көрсетіп жүрем. Стем бойынша ма? Стем бойынша дейді. Аха, бір-бірлеріңізбен осылай идея алыса берсеңіздер де болады. Енді қараңыздаршы мына жерде. Міне мынандай стем технология идея десеңіздер өте көптеген нелер шығады. Или стем балабақшаға идея десеңіздер, тиктоктан қараңыздар осындай нәрселерді. Тиктокта сосын сіздер просто андай бір 100 просмотр, 2000 просмотр жасағандарды қарамаңыздар, я. Идея нақты алатын болсаңыздар, именно осыны қараңыздар. Сосын мына балабақшада мына Перизат ханым именно осы стем бағытын былтырдан бастап алды. Қараңыздаршы, күшті мынау. Осы материалдарды алып отырмын мен қазір. Осы, бірақ әлі жасай алмай отырмын, зат жасарымды білмей. Апай, сізде қандай, этот предмет қандай? Менде дошкола ғой, мектеп балабақша. Балабақша болса, онда жеңілдеу ғой. Ол кез келген нәрсені істей бересіз. Мына ең элементарный несін қойсаңыз болады, анау қорапқа әйнек қойып қоясыз да, үлкен жаңағы не қылдырасыз, кинотеатр сияқты. Ой, не дейді бұрынғы? В общем, жарға түсетін. Вот ол да стем болып есептеледі. Проектор, да. Это элементарно балабақшаның деңгейіне. Онда сізге хабарласайын, мен жекеңізге сабақ біткесін. Голограмма бар, голограмма жасайтын. Кім балабақшада кім еді сізде? Есіміңіз дошкольный деп отыр ғой жаңа. Есіміңіз кім еді? Чатқа бір қолыңызды көтеріп қойыңыз, жаңа стем туралы айтып жатқан әріптес. Одан кейін ұстаздар, міне қазір көріп тұрсыздар ғой, осылай стем болса балабақшаға, стем мектепке деп, осылай тиктоктан іздесеңіздер де, қайдан алам идеяны, кімнен сұрайым деген сияқты ChatGPT-ден ақтарып отырмаңыздар бұл бағытта. ChatGPT-де өте күшті идеялар айтады. Стем бағытында маған идея керек. Мен балабақшаға, баланың жас ерекшелігі мынандай, үйдегі бар затпен қалай жасаймын, балабақшадағы бар затпен қалай жасаймын, немесе осындай қолдарымда осындай заттар бар, менде осы мүмкіндікпен мен осындай заттарды жасағым келеді десеңіздер, ол ChatGPT-дің өзі күшті идея айтып береді. Стем бағытында болсын, басқа да бағыт бойынша, я. Gemini-де солай. Екі жақтан да сұраңыздар, екі жақтың қайсысы, бірнеше 10 шақтысын шығарып береді. Содан әрі қарай сіздер уже пісіріп аласыздар ол идеяны, ше. Немесе дәл осылай қылып. Міне қараңыздар, мына жерде STEM технологиясы деп едім, балабақшаға қаттап шықты. Pinterest'тен жазсаңыздар да шығады. Не көп қазір идея көп, ұстаздар. Просто оны не істеу керек, жүзеге асыратын адам жоқ. Міне STEM идея. Бірақ ол деген ұзақ істеуіңіз керек, сіздер бар ғой. Это не просто, короче. Қолды үйретесіз. Жоқ, қиындатпаңыз. Ой, онысы да адамдар деген андай қиында жасауға ерініп отырған қиын емес. Мен де өзім өйтіп қиындатпаңыз. Өйтіп қиындатпаңыз. Мен былай қарап тұрсам, ол ұзақ парақшаны жүргізу де ұзақ, подписчик жинау да ұзақ. Но бірақ оны бастау керек қой, жасау керек. Бастағаннан кейін ол әр нәрсені жеңіл түрде жасау керек, жеңіл түрде бастау керек та. Андай мықты не болмаңыздар, андай пессимист болмаңыздар. Бүйтіп, ол деген ұзақ, ол деген андай қорқынышты деген сияқты. Бастасаңыздар, әрі қарай өзі ретін келтіреді. Ең бастысы, STEM ол қиын жол емес. STEM ол ең оңай жол. Жасанды интеллекті де қиын деп көрдіңіздер, STEM-ді де қиын деп көресіздер. Сонда не нәрсені жасайсыздар сіздер? Жоқ, бастаңыздар, жайдан үйренесіздер осылай. Бір ретін шығарып аласыздар. Міне, бір бастап көріңіздер STEM бағыты бойынша балабақшаға. Мынадан мынаны құрастырдым, значит, ол оңай екен, давай келестен мынаны жасаймыз деген сияқты. Уже ары қарай идея келе береді.
идеяны сосын жаңағыдай жерлерден де ала бересіздер. Ең оңайын, қиынын, оңайдан бастасаңыздар, кейін қиынын да алып кете аласыздар. Былай қарап тұрсаң, дауысым естіліп тұр ма ұстаздар? Былай қарап тұрсаңыздар, бәрі қиын, оңай нәрсе жоқ. Ашық сабақ жазу да қиын, шебер сынып өткізу да қиын, оны ұйымдастыру да қиын деген сияқты ғой. Жасамаған адамға барлығы қиын, бастамаған адамға барлығы қиын. Ну жасап, көріңіздер жасап. Рилс түсіру мысалға қиын дейді. Қиын ба сіздерге рилс түсіру? Шығып, сторис жүргізу, күніне 3-4 рилс салу, я қиын. Бірақ оны жасап көргеннен кейін барып уже оңай болады олар қарай. Любой нәрсенің енді басы қиын болады. Біз өзімізде де қорқыныш болады. Ой, істей аламын ба, істей алмаймын ба. Сосын ары қарай алып кетеміз ғой енді. Иә, сол ғой, барлығын жасай аласыздар оны деген. Просто қиын деген нәрсе болмайды. Дауыс естілмей тұр дейді, ал естілмей тұр ма шынымен де? Жоқ, естіліп тұр. Может, біреу звондап қалған шығар, ана звондап қалғанда сол телефонға қайтадан звук келмей қалады. Сол именно сол адамға. Ол адамға қайтадан шығып кіру керек ондай болса. Жоқ, просто әлсіз естіледі, мен ана телефонмен отырмын да. Нормально естіліп тұрмын. Өзіміз де телефонмен отырмыз. Сөйлеңізші, апай, пожалуйста. Түсінбедім. Сіздің даусыңыз жалып тұрған. Келесіде петличкамен сөйлеңізші деймін, болса. Нұсқаларға жақсы естіліп тұр ғой. Жақсы естіліп тұр. Петличкамен бізде білесіздер ғой, петличканы, зарядканы жеп тастайтынын. Мен тем более немен отырам, планшетпен отырам. Ол тек қана жарты сағатқа жетеді, содан кейін өліп қалады ол зарядкасы. Маған невыгодно петличкамен сөйлеуге. Так, барлығына анық естіліп тұр ма әлде? Алыстан естіліп тұр ма, соны айтыңыздаршы. Нормально, бәрі жақсы. Болды. Абай облысы жақсы естіліп тұр. Все, да, жақсы. Онда енді әрі қарай не істейміз, ұстаздар? Бағытты анықтадық, контентті қарадық, жасадық, шапка профиль жасақ қойдық. Енді осы бойынша біз Инстаграмға контент план деймін. Мына жерде мен айттым ғой, мына жерде сіздерге контентке бірнеше идеяларды ұсындым. Міне, контентке идея ұсындым. Осы жерден дайын идеяларды алсаңыздар болады. Ой. Қазір. Манадан көрінбей тұр ма, не демонстрация? Мен сізге манадан бері көрсетіп жатырмын сонда. Жоқ, тиктоктан кейін, тиктокта көрінді, содан кейін. Все, болды. Енді, міне қараңыздар, ұстаздар, мен сіздерге мынандай контентке дайын идеяларды бердім, Осы дайын идеялар бойынша рилстар түсіресіздер. Пост карусельді де алуға болады мынау бойынша. Оны алдағы уақытта пост карусель, рилстарды түсіретін сабақ болады. Ертең, арғы күні, сол кезде соған толық тоқталамыз. Енді мынау бойынша осы ақпарат пен өнім бойынша не құрастыр дейміз. Бір Инстаграмға бір айлық дейін ба, апталық дейін, бір апталық дейін. Бір айлық шамалы қиындау болып кетеді. Бір апталық контент план жазып бер деймін. Жазып бер. Тек рилсқа әзірге сторис емес, 100 подписчик жиналмайынша, сторис пока не важно. Тек рилс идея керек. Келдім жігітті. Вообще мен рилстан мынандай байқадым. Қанша рилс, например, 20 рилсқа 20 подписчик жиналады екен. Бір рилсқа бір подписчик. Әрине. Бір рилсқа как минимум бір подписчик, одан да көп болады. Күшті. Так, міне, бізге мынандай қылып берді. Так, даусым естіліп тұр ғой, Да. Міне, рилс, мұғалімдердің уақытын үнемдейтін жасанды интеллект. Мұғалім, мына хук деген не екен білесіздер ме, ұстаздар?
Жоқ, білмейміз. Назар аудартатын текст, назар аудартатын не дейді, жалпы назар аудартатын нәрсе хук деп айтады. Сразу ұстап қалу, назарды ұстап қалуды айтады. Түсіндіңіз бе? Текстпен болсын, ол әрекетпен болсын, ол кез келген бір затты құлатып алып рилсқа шығасыз ба? Кейбіреулер төңкеріліп қойып шығып жатады, кейбіреулер жаңағыдай рилсқа бақырып тұрып шығарып жатады, кейбіреулер ашық шашық киініп назарды аудартып атады ғой, соның барлығы хук деп атады. Алғашқы секундтағы назарды аударту. Түсініп тұрсыздар ма? Вот сол үшін біз қалай не істейміз, назарды қалай аудартамыз, соны жазып қойған мына жерге хук деп. Мұғалімдер әлі де сабақты қолмен дайындап жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Экраннан көрсетесіз. Мына жерде сіз шығасыз бірінші. Ұстаздар немен шығасыз да, айтасыз. Мұғалімдер әлі де сабақты қолмен дайындап жүрсеңіздер, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Экраннан көрсетесіз. ChatGPT дайын сабақ жоспары небәрі 40 секунд. ChatGPT арқылы небәрі 40 секундта дайын сабақ жоспарын жазуға болады. Оны қане бірге жасап көрейік деп, осылай ChatGPT арқылы ChatGPT-ге кіреміз, мынаны жазамыз, вставить етеміз, оқулығымызды вставить етеміз, тақырыбымызды жазамыз деп, осылай сабақ жоспарын жазып шығасыздар. Бұл бір. Екінші Reels. PowerPoint дәуірі аяқталды. Gamma немесе Canva арқылы 2 минутта презентация жасау. Соңында курста осындай 20-дан астам құралдарды үйретемін. Курсқа жазылу үшін немесе тағы да басқа да тегін сабақтарға қатысу үшін парақшама тіркеліп қой. Сіздердегі алғашқы воронка, подписная воронкамен жүресіз 1 ай бойы. Сіздерде енді әлі аккаунтта 0 ғой адам. Сондықтан подписная воронка болады 200 подписчикке дейін. Түсініп тұрсыздар ма? Жалпы одан да кейін, одан өткеннен кейін де, одан асқаннан кейін де. Неге? Өйткені сіздерде пока что өнім сатпайсыздар 200 подписчик жинағанша. Түсініп тұрсыздар ма? Парақшама тіркеліп қойыңыздар, тағы да келесіде осындай жасанды интеллект бағытындағы күшті толық ақпараттарды жіберіп отырамыз. И плюс WhatsApp чатқа да жинасаңыздар болады. Одан да басқа жасанды интеллект құралдарын тереңірек үйренгіңіз келсе, тегін сабаққа жазылыңыз деп, мен сияқты WhatsApp чатқа жинап отырасыз. Алдағы уақытта сол адамдардың барлығын жинап, сол кезде не беріп отырасыздар, арасында тегін ақпараттар беріп отырасыздар. Кейін осындай Zoom сабақтар өткізуге, тегін сабақтар өткіземін ғой мен Zoom'да, сол сияқты қылып тегін сабақтар өткізіп, толығымен сол адаммен сіздің араңыздағы сізге олардың сенімдері қажет қой. Сондықтан сенім қалыптастырғанша үнемі тегін сабақ, рилстарда ақпараттар, үзбей карусель посттар міндетті түрде жасап отыру керек. Мен сіздерге күнде сторис салдыңыздар деп айтпаймын, Пока что сторис міндетті емес, но рилс міндетті, пост карусель міндетті. Міне, сізге мынандай бір апталық не жазып берді. Пост карусель, рилсқа контент план жазып берді. Так, енді осы бойынша көмек керек па? Вроде бы нет. Сандо ханым, пост карусель деген не екенін айтып кетесіз ба? Қазір. Міне, пост карусель деген мынау. Ертең емес, арғы күні осы пост карусельді қалай жасаймыз, сол сабағы болады. Мынау ғой пост карусель дегеніміз. Мынау. Что листается? Міне мынау. Мысалға, мынандай пост карусельге айтпақшы, осындай көрнекіліктерді де салып, осыны тегін алу үшін плюс қалдыр деп, кейін плюс қалдырғандарға не істеуге болады. Міне, шаблондарды тегін алу үшін плюс қалдырғыңыз деп, мен WhatsApp чатқа жинап жатырмын адамдарды. WhatsApp чатқа жинаймын, WhatsApp чаттан осыны беремін. Және де алдағы уақытта менің сол WhatsApp чаттағы клиенттерім, ең жылы клиент ол WhatsApp чаттан келген клиент болады сізге. Түсініп тұрсыздар ма? Сол үшін WhatsApp чатқа осындай тегін чек-листтар, тегін көрнекіліктерді Gemini-мен, ChatGPT-мен жасап алып, осылай жіберіп отырасыздар адамдарға. Міне, плюс қалдырғандарға осылай жасап жатырмын. Сізге дирекке жібердім деп, дирекке осының
WhatsApp чаттың несін ссылкасын жіберем. Сосын пост каруселдің бір жақсы жері, міне, қараңыздар. 35 кешке қарай салған ем, 35 подписчик алып келді маған. Бір постым қиналған жоқпын, просто пост карусель салып жібердім. Осының өзі. Осын айтады, пост каруселге осылар жатады. Немесе мынандай қылып та жасауға болады пост каруселді. Белгілі бір идея беру үшін. Міне. Кім не десе о десін, болашақта ең сұранысқа ие ұста жиымен жұмыс істей алатын маман. Дедім. Е? Сосын мына жақта қараңыздар, жылжытатын аны. Жылжытқанда кім не десе о десін, жиі эксперт ретінде айтайын. Ең бай ұстаз жиыды өз жұмысына енгізген ұстаз. Бір постта, бір карусельде, мысалға, бір обложкада бір идея тек қана. Олар тек сабақ берумен шектеледі. Сондықтан олардың табысы өспейді. Не көріп тұрсыздар ма? Осылай қылып жазамыз. Сандуқ ханым, сонда бір карусельде бір ғана мынадай брошюрка болады, бір ғана бет, әлде бірнеше бет тұра ма? Бірнеше бет болмайды, тек қана бір. Адамдардың назары тек, андай алаба жақ болса да көп оқымайды. Тек қана мынандай. Дейді сол. Оны ертең арғы күні осы неге тоқталамыз, ертең Reels бойынша сабақ болады. Бүгінгі сабақты бересіз ба, мама? Я сейчас это опоздала. Беремін, Аха, бүгінгі сабақты салыңызшы, мен балалармен алысып жүр, жана басын бастап келеттім ноутбукпен, сонымен даже Instagram ашудан бастағанда жана балалардан жана полникке апару бір нәрсе сонымен қалып қалдым.